Ақын деген жүректердің емшісі. Бір қарасаң, ақын деген қатардағы жай адам. Көрінеді ақын кейде биік-биік құзардан. Қиялына ақынның қыран ұшып жетпеген. Бүтін ғалам бір ақынның ми шарына сиялған. Ақын жүрсе қанаттасып, сен жасаған ортада ешбір жерде мұңға батып жасыма. Неге десең, ақын сенің бойыңдағы шабытың домалатып, тасыңды өрге ой салады басыңа. Ақыны бар ортаның ашылады ажары. Өйткені ақын тап-таза ғып көрсетеді жағаңды. Есігіңнің алдына мәрмәр төсеп лезде таң қалдырып бергізеді елге сенің бағанды. Қиялынан ақынның солсылдап қыран ұшып самғайды. Бар жақсысын өмірдің ақын саған арнайды. Кірбең тартқан көңіліңнің тұрып қалған дақтарын маған сенсең, мен айтайын, ақын ғана емдейді. Сүреңі кеткен даланың түріне ақын қараса, сала қояды бір картина ел үңілер таласа. Ақын деген ажарыңның айнасы ол, басыңдағы тартақияңда тұра қалады жараса. Ей бойжеткен, сылдырап сен сылаң қағып жүргенсің, талайларға сықылықтап келсе келмес күлгенсің. Алайда сен өзіңнің жасанды қыз екеніңді ақын көзі шолмас бұрын сақтық жасап алғайсың. Сен өзіңді сұлумын деп өзгені көзге ілмейсің, басқаларды кемес санап қашан көрсе тілдейсің. Бірақ ақын жазса сенің осы түріңді, ұялғаннан енді қайтып топ ортада жүрмейсің. Көктем келсе қар суы сенге айналып ағады. Өте алмай тұр қос қашық ар жақтағы жағада. Ақын көрсе ол екеуін дәл осы сәт сыртынан көмкерілген гүлменен қайыққа сап шығарар еді жағаға. Жымың қаққан жұлдыздарға еш жан қарап жатпайды. Кейбір жанға ұзақ күн оңайлықпен батпайды. Тап болса ақын мақпал түнге осындай сәуле шашқан жұлдыздарға жерден сәлем жолдайды. Жай көзбенен қарасаң, ана тұрған аруға сырт бұрмасы жетіп жатыр, көңілге кірбең салуға. Ақын көрсе, мінін оның жасырып, қайта өң беріп, асықтырады сені бірден оны бірден көруге. Біле білсең, бір ғұмыр қыры ашылмай кеткен көп. Сол жандардың ішінде де бірін-бірі сөккен көп. Назарынан ақынның тысқар қалып қойған соң, образы олардың бізге мүлде жеткен жоқ. Ақын шыққан таулардың шөбі гүл тасы алтын болады. Қырандары бұлтта сүңгіп, шар құрып көк зеңгірді шолады. Бір жылдары өрт шалып, күйгелеген самырсындар қайта түлеп, жап-жасыл боп көз жауын алып тұрады. Көп болса егер
ақындары мына байтақ еліңде. Сиқы қашқан сүреңсіздік болмайды әсте жеріңде. Ол қалай деп сұрай қалсаң мен айтайын. Ақын қарайды жай көз емес, ойлы көзбен өмірге. Санасында ақынның сағым ойнап жатады. Сұлулыққа жаны құштар, хауашақ гүл ашады. Эстетика дегенде мүлде айырылып ақын ес түстен. Тұнығынан бұлақтың бір жұтса барып, шөлі оның қанаты. Өлеңнің авторы Құнанбай Бәйженұлы. Оқыған Шекер Қадылбекқызы. Домбырада Қызырхан Бабақұмаров.